шабам ба мен. Қазір көрейін енді. Кажебет саласындағы рекламасын көріп алып жүрмін ғой. Немене бересіз? Мына үш щетканы бір-біріне жабыстырып қойған ғой, мына қараңдар. Вообще-то күшті екен. Екі жағында. Бүйтесіз.
колхоз деп тұрады екен. Аяқтай. Ой. Былай ғой, ана киімі көңіл аудармаңыздар. Егейді. Тура мен размерім. Күшті. Рубашкалардың сыртынан киемін. Типа былай. Қалтасы болғанда вообще күшті болатын еді, қалтасы жоқ. А так, джинсовка хорошая. Ой, на джинсы айбет екен. Бүйтіп ашып жүремін. Потому что рубашкалардың сыртынан киемін. Өзім солай алдым. Рубашканың сыртынан киемін деп. Сол. Абзац заказ беремін дағы, даже не бергенімді ұмытып қалмышым деді. Бұл не? Көрші ана аяқтың тырнағы былай ішіне. Аяқтың тырнағы былай ішіне қарай, тырнақ былай ішіне қарай өсіп кетеді ғой. Еттің ішіне қарай. Сол тырнақты түзейді ғой. Енді менікі бір керемет болып тырнағым ішіне қарай өсіп тұрған жоқ. Бірақ та сонда жасап қояйын деп алғам, сонда тырнағың, аяқтың тырнағы алдыға қарай түзу болып өседі. Етіне қарай кетпейді. Мынау сол жабыстыратын бәлесі ғой деймін. Мынандай бір нәрсе. Осыны педикюр жасайтындар жабыстырып береді. Егер де кейбіреулері болады. Сондай выросшие ногти болады ғой, екі жағына қарекет қылған. Сондайды осы педикюр жасайтындар да жабыстырып береді негізінде. Не мынандай. Екі темір. Бұны мен енді қазір жабыстыра алмаймын. Мен бұны жаңағы қайтадан пинтоданы ашып, соның ішіне қарап отырып жасамасам жасай алмаймын. Қайсысын қайда жабыстыратынын білмейді. Мына темірдің бетінде тұрғанын көргем. Өзімде темір тырнақтың бетінде тұрған. Соған қарап отырып жасаймын ғой. Мынандай бірдемес не үшін білмеймін. Қытайлар өте ақылды ғой. Оларды бәрібір осындай ұсақ түйек таңғалатын, осындай ұсақ түйек мелочиға дейін бәрін қалай жасайды. Мынандай не пилочкасы несі, типа педикюрдің несі ғой мынау. Сондайсы бар екен. Қазір ана нені спортивканы киіп көрейік. Қалай тұрады екен маған. Міне. Жаңағы спортивный костюм. Ана жұқалау екен. Қазіргі сезонға ғой. Кішкене жұқалау. Қалың емес. Жеңіл ұзын маған. Балақта ұзын.
осы. Ой, ничего, повседневно.